Сәлеметсіздер ме? 4-ші сынып білім алушыларына арналған жаратылыстану пәні бойынша жердегі тіршілікке ғарыштың әсері тақырыбындағы сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі оқу мақсатымыз жекелеген ғарыш денелерін сипаттау, жердегі тіршілікке ғарыштың әсерін анықтау. Дескрипторы. Бұл тақырыптан сен не үйренесің? Сен күн мен айдың жерге қалай әсер ететінін білесің. Және жерге ғарыштың жағымсыз әсерін қалай қорғанатынын түсінесің. Судың көтерілуі мен қайтуы туралы мағлұмат аласың. Ендеше мына тірек сөздерді бірге қайталайық. Судың көтерілуі, судың қайтуы. Тақырыбымызға байланысты бейнежазбаны тамашалайық. Теңізде болғандардың барлығы судың таязданып, кейін бос қалдырып кеткен аумақтарын қайта басатындығын байқаған болар. Судың көтерілуі мен қайтуы. Мұның себебі неде? Парадоксалды естілгенімен, бұл құбылыстың болу себебі жерде емес. Ол серігіміз айға байланысты болады. Терең теңіздер мен мұхиттардың осы аспан денесімен байланысы бар деген қызық көрінеді емес пе? Негізінде жер айды өз орбитасында тартылыс күшімен ғана ұстап тұрған жоқ. Бұл өзара байланысты процесс. Айдың да массасы бар, аз емес. Сол себепті оның тартылыс күші біздің ғаламшарымызға әсер етеді. Әрине ол аспанға тастарды көтере алмайды. Алайда сумен ондай сиқырды оңай жасай алады. Әлемдік мұхит түгелдей айға қарай бағыттала созылып тұрғандай. Ал жердің серігі орбита бойымен қозғалатындықтан жоғары су оның артынан еріп отырады. Оның әсері із-түзсіз кетпейді. Су бір жерде көтеріліп жатса, екінші жақта ол қайтып жатады. Бірақ бір жағажайда судың көтерілуі әр күні әртүрлі күшке ие болады. Кейде теңіз жағалауында су өте белсенді көтеріліп жатады. Соған байланысты қайтқанда да алысқа кетеді. Ал апта өткеннен кейін судың көтерілу және қайту күші арасында қатты айырмашылық болмайды. Бұның себебі күннің әрекетіне байланысты. Ол сонымен қатар үлкен көлемді сулардың тартылу күшіне әсер етеді. Шындығына келгенде, күн айға қарағанда үлкенірек болғанымен, жұлдыз жерден 400 есе алысырақ орналасқан. Сол себепті күннің әсері әлсіз, бірақ бар. Осыған байланысты географияда су толысуының екі түрі ажыратылады. Барлығы ай мен күннің жерге өзара қатысты орналасуына байланысты. Егер жұлдыз бен жердің табиғи серігі бір ось бойына орналасса, толысу күшейе түседі. Ал күн мен ай өзара тікбұрыш жасап орналасса, суға әсер төмендейді. Олардың әрқайсысы жердің су жамылғысын өзіне тартып отырады. Нәтижесінде ай жеңеді. Судың көтерілуі мен қайтуы жағалауда қатты байқалады. Шын мәнісінде бұл құбылыс барлық мұхит пен басқа су айдындары бойынша өтеді. Сен білесің бе? Күн, ай және жер бір сызықтың бойына келгенде, яғни жаңа ай туылғанда, су деңгейі ерекше қатты көтеріледі екен. Ендеше осы тақырыбымызға байланысты үй тапсырмасы. Сенімді қорғаныс. Сурет бойынша әңгімеле. Жер ғарыштың жағымсыз әсерінен қалай қорғанады? Біз жердің қорғаныс қабатын сақтау үшін не істей аламыз? Осы үй тапсырмасы бойынша кері байланыс жасаймыз. Ендеше бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.